Баршаңызға сәлем, сіздермен Жібек. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге картоптан жасалатын тіске басардың рецептісін ұсынамын. Менімен бірге дайындаңыздар. Ерте піскен картопымызды жуып, тазалап, кептіріп аламыз. Губканың артқы жағындағы қаттысымен әбден қырып, жақсылап жуып алсаңыздар болады. Енді картоптарды видеода көрсетілгендей турап аламыз. Ортасынан одан кейін 4-ке бөліп аламыз. Сіздер орташа картопты қолдансаңыздар тіпті жақсы болады. Менде бәрі біркелкі болмағандықтан видеода көрсетілгендей турап алыңыздар. Бұл картоптардың сыртын аршу міндетті емес, тек жақсылап, тазалап, жуып алсаңыздар болады. Енді ыдысымызға туралған картопты салып, оның үстінен паприканы, одан кейін орегано дәмдеу үшін, одан соң кішкене чили ащы бұрышын, одан соң тұзымызды салып, зәйтүн майын қосып, сіздер сұйық май қоссаңыздар да болады. Одан кейін сарымсақ өткізгіштен өткізіп алып, жақсылап араластыратын боламыз. Табағымыздың бетін жауып, осылай видеода көрсетілгендей жақсылап араластырамыз. Одан кейін қасықпен араластырып жіберсеңіздер болады. Кейбір жерлеріне дәмдеуіштер тимеуі мүмкін. Одан кейін бетін жауып, тағы да солай жасаймыз. Енді листіміздің үстіне пергамент қағазын төсеп, осылай картоптарды қатты бір-біріне жабыспайтындай етіп орналастырып шығамыз. Алдын ала қыздырылған 190-200 градустағы пеште шамамен 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Сіздер өздеріңіздің духовкаларыңызға қарайсыздар. Енді қалауларыңызша соус дайындаймыз. Сіздер қызыл соусты да дайындасаңыздар болады. Мен осы соусты дайындаймын. Сарымсақты осылай өткізіп аламыз. Оның үстіне майонезді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сіздер бұл соусқа тұз, ас көк, қара бұрышта қоссаңыздар болады. Мен тек майонез, сарымсақ және қаймақ қосып, жақсылап араластырып алатын боламын. Осымен біздің соусымыз дайын. Өте дәмді, барлығына келе беретін соустардың бірі. Мінекей, осымен біздің тіске басарлар дайын. Орысша айтқанда картошка по-деревенски. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жібек.